Сәлеметсіңдер ме балалар? Вот біз енді келесі сабағымызды бастайық. Келесі сабағымыз 5-ші сабақ. Механикалық тербеліс пен электромагниттік тербеліс арасындағы ұқсастық деген. Екеуінің арасындағы ұқсастық түсіндіріп көремін. Жарай ма? Екеуінің арасындағы ұқсастықты. Вот давайте былай істейік, иә? Мына жерде математикалық маятник бар деп есептейік. Тепе-теңдікте тұр, да? Тепе-теңдікте тұр. Мына жерде электромагниттік тербеліс контур тұр. Катушка, конденсатор. Конденсаторлар. Электромагниттік тербеліс контур тұр, иә? Мынау сонда механикалық тербелістің контуры деп айтып көрейік адамды табайды. Иә, мынау электромагниттік тербелістің контуры. Қазіргі кезде екеуі қозғалыссыз тұр, солай ма? Екеуінде де тербеліс жүрілмейді. Но енді сен тербелісті істеп қойып, жаңа жүйені істеп қойдың, сосын ал енді тербелтесің, ол тербелмейді, оған стартовый энергия беру керек алғашында, иә? Біз оны қайтеміз? Оны мысалы мына жіптен, мына жүктен ұстап тұрып, мынаны былай қарай бүйтіп, қандай да бір аш деген биіктікке көтереміз, солай ма? Бүйтіп былай қарай көтергенде, мына аш деген биіктікке, биіктігіміз мынау аш, иә, мына жерде. Сол біз сонда бұл жерде MGH деген одан сыртқа энергия береміз. Сосын кейін оны қоя бере саламыз. Қоя бере салғаннан кейін ол бүйтіп тербеледі. Потенциалдық энергия кинетикалық, ол қайтадан потенциалдық, ол қайтадан кинетикалық, ол қайтадан потенциалдық деген процесс жүріліп тұрады, иә? Сол сияқты мына электромагнит тербеліс контурында қазір ол жаңағы сыммен қосып қойған бір конденсатор, бір катушка. Немен ол вот ерекше бір нәрсе деп ойламан. Конденсатор дегеніміз бүйткен екі пластинка, катушка дегеніміз бүйтіп ораған сым. Вот екеуін бүйтіп жоқтап қосып қойды. Онда ешқандай электромагнит тербеліс жоқ бак. Ол үшін қайтеміз балдар. Ең алдымен оған тоже стартовый энергия береміз. Мына конденсаторды сыртынан алып кеп зарядтаймыз бір. Мына жағынан тоқ көзін алып кеп, мына жағы бір сымын мына жерге қосып, былай қарайда. Бір сымын мына жерге қосып, былай кәдімгідей тоқ көзіне зарядтайсың, қосасың бүйтіп. Қосасың. Пока катушканы қоспайсың, конденсаторды қара заряд, полный заряд алады. Бір жағы плюс, бір жағы минус. Сосын қайтесің, одан кейін тоқ көзін алып кетесің ананы былай қарай. Сосын мына катушкаға қосып көп жібергенде жаңағы маятниктің тербелгені ұқсап, ол да бүйтіп, мынада энергия, мынау сыртынан қарағанда ештеңе тербелмейді бұнда просто. Бұл жерде жаңағы электр өрісі магнит, магнит өрісі электр, электр өрісі магнит, магнит өрісі электр өрісі деп осылай ары қарай процесс жүріле береді осылай қарай. Түсіндің бе? Сонда болды мына екеуінің ұқсастығы сол екен, иә? Бірінші ұқсастығы сол. Екінші де болды. Бізде мынадай айтатынбыз. Бізде X деген бар. Ығысу деп айтады, да? Одан X-тен туын табатын болсақ, ол жылдамдық болады, да? Бұл X-тен бірінші дәрежелі туын табасың. Одан қайтадан жылдамдықтан тағы бірінші дәрежелі туын немесе X-тен 2 рет туын тапсаң, ол үдеу болады, иә? Бұл жылдамдықтан туын табасың немесе X-тен 2 рет туын табасың. Ұқсайды, иә? Енді магнит өрісіне қалай? Электромагнит тербеліс контурында. X-ке ұқсасы сонда бізде бұл жерде. Бұл жерде ол заряд екен көрінеді. Бірінші конденсаторға заряд береміз. Сосын кейін конденсаторға заряд берсек, тепер зарядтан туын тапсақ, ол магнит өрісіндегі тоқ күшін береді. Тоқ күш. Бұл жаңағы зарядтан туын табасың, да? Енді қайтадан бұдан туын табатын болсаң, мұндадағы үдеу ұқсаған, мұнда онда кернеу болады, иә, кернеу. Ол жаңағы зарядтан 2 рет туын табады деп жазып қояқ бейді. Сонда көз алдыңа солай елестету керек. Механикадағы үдеудің смысл, мәніне ұқсас мына жерде кернеу деген ұғым бар. Жылдамдыққа ұқсас тоқ күші деген бар. Координатына немесе ығысуға ұқсас әне жерде заряд деген нәрсе бар. Түсінікті ғой. Ұқсастығы сондай, иә? Ұқсастығы сондай.
Енді мына жерде қарап көрейік. Вот біз бастамында мынаған K2 квадрат бөлінген 2 деген потенциалдық энергия береміз, иә? Потенциалдық энергия береміз стартовый. Ол жаңағы бізде K2 квадрат бөлінген 2 деп. Егер жаңаға бір ығыстыратын болсақ, мисал серіп. Ал біз енді оны мына жерде оған немене береміз ол? Оған мына жерде біз не? Q квадрат 2s деген, да? Q квадрат бөлінген 2s деген. Сонда мына жерде балалар, K деген қатаңдылық коэффициентімен 1 бөлінген s деген ол конденсатордың сыйымдылығы екеуі бір-біріне ұқсас мағына иеленеді деңіз. Солай түсіну керек. Бір-біріне ұқсас мағына иеленеді. Енді мысалы жаңаға нені алып қарайық? Кинетикалық энергия. Енді потенциалдық энергия механикалық тербеліс контурына, мысалы потенциалдық энергия кинетикалық энергияға айналғанда, кинетикалық энергиясын біз былай жазамыз ғой. Кинетикалық энергия ол жаңаға mv квадрат бөлінген 2 деп, да? Осылай болатын болса, электромагниттік тербеліс контурында бұл кинетикалық энергия магнит өрісінің энергиясы болады. Ол немене болады? L I квадрат бөлінген 2, да? Сонда енді қарап көрейік. Міне жерде сонда масса деген ұғым электромагниттік тербелісте болғанда индуктивтілік деген екеуі мағынасын білдіреді екен, иә? Жылдамдық дегенің мына жерде тоқ күшін. Механикада болғанда масса деген туралы айтатын болсақ, электромагнит тербелісте индуктивтілік дегенді айтамыз соның орнына. Ал механикада жылдамдық дегенді айтатын болсақ, электромагниттік тербелісте тоқ дегенді айтамыз. Көріпсің ба? Сонда ұқсасты, екеуінің бір-біріне ұқсастығы сол. Ал тербеліс те сол. Біреуі просто көзге көрінбейді, біреуі көзге көрінеді. Екеуінде де бірдей балалар. Энергия бір түрден екінші түрге толық ауысады, когда Т деген уақыт периодтың 4-тен 1 бөлігінде энергия бір түрден екінші түрге толық ауысып отырады екен. Түсінікті ме? Вот бақа осылай айтуға болады, иә? Бақа осындай нәрселер айтуға болады. Енді бұлай білесіңдер балалар, иә? Конденсатордың сыйымдылығын табатын формула керек болады. Бізде мысалы сол туралы кете айтайын, конденсатордың сыйымдылығын қайтып табады деген. Конденсатордың сыйымдылығын табатын формула ол бұлай міне. Конденсатордың сыйымдылығы ол эпсилон 0 көбейтілген S бөлінген D деген, да? Мынау конденсатордың сыйымдылығын табатын формула. Конденсатордың сыйымдылығын табады екен. Мынау эпсилон деген, мынандай конденсатордың ортасында диэлектрик болады ғой, сол диэлектрик сипаттай диэлектрик өтімділігі деп айтады. Эпсилон 0 дегеніміз ол жаңағы электр тұрақты сол белгілі сан, да? Тұрақты бір сан. S дегеніміз мына конденсатордың біреуінің ауданы, екеуінікі емес біреуінің ауданы. Ал D деп отырғаны ол мына екі конденсатордың арақашықтығы, екі пластинканың арақашықтығы деген сөз. Сосын кейін біз енді есептер шығарған кезде балалар мынандай формула қолданды. Конденсаторды тізбектеп және параллел қосу деген ұғым бар. Вот біріншісі давайте тізбектеп қосайық. Тізбектеп, да? Тізбектеп. Ол не дегенсіз? Бұлай қоса береді дегенсіз конденсаторда битіп міне. Бұлай қарай қоса береді. С1, С2 деген сияқты итақта жетті. Тізбектеп қосқан кезде олардың жаңаға кері шамалардың қосындысы. С суммарный барлығы ол С1-ден 1 қосылған С2-ден 1 қосылған и так далее. Егер екі конденсатор болатын болса, онда мысалы екеу ғана болатын С суммарный үстінде екеуінің немересі болып түседі? Көбейтіндісі болады, е? С1 мен С2-нің көбейтіндісі астында С1 қосылған С2 болады.
Ал егер екеуі параллель болатын болса, параллель. Параллель дегеніміз қалай ол? Мысалы былай, мында бір конденсатор, мында біреу да, екеуі бүйтіп параллель қосылып тұр міне. Мында С1, мында С2 деген сияқты, и так далее. О кезде олар тура қосылады. С суммарный тең болады. С1 қосылған С2 қосылған и так далее. От конденсатордың сыйымдылықтарын параллель қосқанда тура қосады деген. Сия балдар. Но енді бұл жерде де біз балалар сабағымызды тоқтатайық балалар, иә. Өйткені келесіде тақтаға есептер шығарамыз. Мен сол кезде көрсетем тақтаға есептер шығару сабақтың үстінде. Назарларыңа көп рахмет. Сау болыңдар.